Екі жүзді ене. Аула жақтан шіп-шіп еткен дауыстан Жазира оянып кетті. Терезеден әлі жарық түсе қоймаған күздің таңы кештеу атады. Сонда да Жазира ауладағы дауысты мұқият тыңдап жатыр. Түскеніне енді ғана бір айдай болған келіні күн сайын осылай ерте тұрып, аула мен көшеге су шашып сыпырады. 4-те тұрмай-ақ 5-те тұрса да болар еді-ау, күнде кеш атып ерте оянады. Бұл да біреудің әлпештеп өсірген сүйікті қызы ғой, деп ойлады Жазира. Бірақ онысын келініне айта алмайды. Келін түсіріп жатырмын деген жаңалықты айтқан соң, әріптестері, абысындары, көршілері бұған бар ақылдарын айтудан жалыққан емес. Сіздің мінезіңіз жұмсақ, келінді басыңызға шығарып алмаңыз, сәл қаталдау болыңыз. Келінді қызым деп еркелетпеу керек, келін ешқашан қыз болмайды. Ертең келінге жаныңыз ашып, үй тірлігіне араласып кетпеңіз, әбден үйреніп алған соң, тірлікті сіздің мойныңызға оп-оңай арта салады. Келінді бастан ығыңызға жығып алыңыз. Осы сарынды кеңестерден соң Жазира ене болған соң өзгерді де қалды. Келін иіліп сәлем салса да, естір-естімес көп жаса дейді де, жақтырмаған кейіп танытады. Тамақтың тұзына әлде бір сылтау тауып, келіннен кемшілік тапқанына іштей разы болады. Міне, қазір соларды ойлап, өзінің екі жүзді болып жүргеніне өкінгендей. Өйткені абысын көрші әріптестері дайындап берген сценарийді орындап жүргені. Кеше ғана келген келінге жылы қабақ танытпағанына жаны батып тұр. Ой қиялы сонау өзінің жас келін болып жүрген кезге жетелей алып келді. Жазира да дәл осындай күздің салқыны кезінде келін болып түскен еді. Ата-енесі өте жақсы адамдар, көп балалы отбасы болғандықтан үйде адамдар көп. Марқұм атасы бұған өле-өлгенше риза болып кетті. Енесі әлі бар, шүкір, кіші ұлдың қолында. Бір күні кешкі тамақ үстінде балалардың бірі су, бірі дәретке барып келейік дегесін, Жазира бәрінің өтінішін орындап, жүгіріп желіп қызметтерін атқарды. Дастархан басына келіп шай қалмаған шайнекті көтеріп, жанынан шай демдеп келген кезде ортаға қойылған табақтарда тамақ таусылған болатын. Бұндай жағдай бір емес, одан кейін бірнеше рет болатын. Өйткені үлкен отбасы, әсіресе кіші ұл бала, көп отбасыда болатын жайттар. Бір түйірде астан ауыз тимеген Жазира дастарханды жинап, ыдыстарды жуып-шайып, ертең мектепке баратын қайын сіңлілер және қайныларының формаларын үтік басу үшін бөлмесіне кіріп кетті. Үтікті қоспақ болған кезде бөлмеге кіріп келе жатқан аяқ дауысын естіп есікке қарады. Енесі екен, жылы жүзбен күлімсіреп тұр. Қолында тәрелкеге салған 2 дана шикілеу етіп қуырылған жұмыртқа және 3-4 кесім нан. Балам, киімді сосын үтіксейсің, алдымен мынаны жеп ал, жарай ма? Деп бұны маңдайынан ыстық алақанымен сипап, сүйді де бөлмеден шығып кетті. Дәл осындай мейірімді енесінен әлі күнге дейін көріп келеді. Ал осындай мейірім көрген Жазира дәл осы сәтте өзгелердің сөзіне еріп жүргеннен ұялды. Орнынан жылдам тұрып, басына орамалын байлады. Беті қолын жуып, асханаға беттеді. Шай қойды. Дастарханға таңғы асты өзі дайындады. Аула сыпырып болған келіні бұл уақытта қойлардың жем-шөбін беріп келе жатыр екен. Енесін көріп иіліп сәлемін салды. Жазира келініне мейіріммен қарап көп жаса деді де, жаңа келіннің маңдайынан дәл өзінің енесі сияқты алақанымен сипап сүйіп қойды. Балам, жүр екеулеп алдымен шай ішіп алайық. Бүгін жексенбі, басқалар сәл кештеу оянады. Сосын екеулеп самса пісірейік, иә? Үлкен енене барамыз. Сенің қолынан шыққан дәмді самсалардан апарамыз. Сол үлкен енен өте жақсы алтын адам. Батасын алсан, ешқашан кем болмайсың. Жүре ғой, асханаға, деген Жазира баяғы биязы мейірімді қалпына енген еді. Бұдан өзі іште риза болып, жаңа келін таңырқап тұр. Алайда енесінен жылы сөз естіген бұл да, демек келіндік борышымды өтеуде жаңылыспай келе жатыр екенмін ғой, шүкір деп қойды.